құрметті оқушылар, бүгін біздер ұрпақтар арасындағы әңгімелер атты ұлттық жоба аясында сабағымызды бастаймыз. Балалар, жалпы біздер Қазақстан Республикасында өмір сүреміз. Ал өмір өзен, оқушылық өмір біздің мемлекетіміз, балалық шағымыз барлығы біздің мемлекетіміз Қазақстан Республикасында өтіп жатыр. Жалпы өздерінің отандарына, өздерінің жанұяларына, өздерінің ата-аналарына деген ыстық махаббаттарын осы оқушылық өмірмен тығыз байланысты өтіп жатыр. Олай болса, топтар бойынша тапсырмалар беріледі. Бірінші топ, сіздер өмір өзен деген сурет саласыздар, өздеріңіздің өмір өзендеріңізді қалай бейнелейсіздер. Екінші топ, содан алған әсерлеріңізді талдайсыздар. Үшінші топ, сіздер Wordball платформасы арқылы ата-аналарыңыздың айтқан әңгімелері бойынша жалпы өмір өткелдерін қалай көз алдарыңызға елестетесіздер. Оқушылық өмір туралы, олардың оқушылық өмірі мен өздерінің оқушылық өмірлерін, өмір өзендердің арасындағы сабақтастық пен айырмашылық туралы талдау жасайсыздар. Бұл менің өмір өзен атты суретім. Өмір шынымен де өзен сияқты. Өмір өзен сияқты әр кезеңде әртүрлі бұрыстар мен толқындар бар. Сыныптастарым суреті арқылы өмірдің өзен сияқты жылдам, яғни әр сәтті бағалау керек екенін түсіне алдым. Бұл өзен әр ағыс өтеді, өткен сайын олар уақыт сияқты қайтып келмейді. Сол себептен әр уақытты бағалап, тиімді құртқанымыз дұрыс. Ағыс кері қарай жүрмейді, ол тек қана алға жүреді. Сол себептен сол ағыспен бірге ілесуіміз керек. Сыныптастарымыздың туындыларынан біз өмірдің өзен ағысы секілді тоқтаусыз ағатынын көре аламыз. Ол әркімге әрқалай сезіледі. Өмірдің ағысын ол сезіну деп білемін. Бұл менің бейнелеген өмір өзен атты суретім. Өмірдің мәні өзен бойындағы әр сәтті сезіну. Өзеннің бір басы қалай теңізге дейін үздіксіз ақса, адам баласы да балалық шақтан қарттыққа дейін үздіксіз жалғаса береді. Өмір өзен, уақыт толқын. Өзен сияқты уақыттың шетіне шеті жоқ. Мен өз суретімде Абай Құнанбайға сөз жеткізгім келеді. Сағаттың шықылдағаны емес ермек, хамеша өмір өткен өл білдірмек. Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті өлді тағдыр жоқ қайта келмек. Білімді ұрпақ ел болашағы деген сөздің мәнінде ол бізден елдің дамуы, өркендеуі білімді жастармен байланысты. Оқулықтары аз болды, кейде мектепке бірнеше шақырым жаяу баруға тура келді. Күнінде 3 дос кешкілік ауыл шетінде бас қосып, болашақ жайында ой бөліседі. Олар Қазақстанның нағыз ұлдары. 3 төрт оттың қасында отырады. Бірі домбыра, бірі кітап, ал біреуінде шағын жалау. Жігіттер, сендер ойланып көрдіңдер ме? Біз өскенде кім боламыз? Мен өзім ойланып көрдім досым. Мен өскенде чемпион боламын деп ойланып жүрмін. Қазақстанның атын шығарсам, бірақ чемпион болып жүріп, отан деген сөзді қалай ұмытамын деп өзім кейде ойлап тұрмын. Мен өскенде дәрігер болғым келеді. Неше түрлі дәрі-дәрмек шығарып, адамдарды емдегім келеді. Дұрыс айтасың. Қайда жүрсек те, кім болсақ та, бәрінен бұрын біз Қазақстанның азаматымыз. Мен өскенде әскери адам болғым келеді. Өйткені отанды қорғау ең үлкен міндет. Әр ұрпақ өз отанын сақтап, оны алға сүйретуге міндетті. 3 дос өз армандарымен бөліседі. Ғалым ол еліміздің ақылын арттырады. Спортшы еліміздің абыройын көтереді. Әскери қорғанысты күшейтеді. Осылайша 3 достың арманы әртүрлі болғанмен жүректе бір жерде отанда сақталған.